сәтсіз сыйлық. Авторы Қайырбаев Нұрсұлтан. Не, мен соңғы деңгейіне жетіп едім ғой. Енді бәрін қайдадан бастауға тура келеді. Қаншама өткен еңбегім, қаншама өткен деңгейлерім, енді бәрін басынан бастаймын ба? Ей, Амон, тамағың келсеңші. Тамағың дайын қой. Қане? Қазір, анашым. Балам, не болды? Көңіл күйің жоқ қой. Тамағыңды ішсеңші. Мүлдем тәбетім жоқ. Не дедің? Өте дәмді болыпты. Рахмет, анашым. Тамақ ішпейтін болсаң, тұр онда. Қоқыс төгіп кел. Жарайды. Қайсысы қоқыс? Жарайды. Мүмкін менікі дұрыс емес шығар. Балама көп ұрысқан секілді. Айтпақшы, оған беретін сыйлығым бар емес пе? Соған берейін. Ол және де сабағын жақсы оқып жүр. Мен неліктен оған ұрысып жүрмін? Онсыз да көңіл күйі жоқ. Алын, бұл сенсің бе? Анашы, мен даудамын. Не? Мурка, сенсің бе? Мені қорқыттың ғой. Келе ғой. Басым-ай. Менің ажалым келген секілді. Қош бол, атанам. Қош бол, бауыр інілерім. Айтпақшы, менде іні жоқ екен ғой. Жарайды. Қош бол, көршілерім. Қош бол. Ей, Алын, не істеп жатырсың? Ей, Джефф, керемет сахнаны бұздың ғой. Не үшін келдің? Не үшін жүрсің біздің үйде? Мен жай сендерге жетінен таратайын деп едім. Әкел, қабыл болсын. Көріскенше күн жақсы. Айтпақшы, қоқыс лақтыруды ұмытып кетіппін ғой. Алын, жаңағы ұрысқаным үшін кешір. Сенің сабағыңды жақсы оқып жүрсің, білемін. Әрі тәртіпті болып жүрсің. Сондықтан саған сыйлық сыйлауды жөн көрдім. Алақай, ішінде не бар екен? Мүмкін керемет ойнайтын консоль шығар. Жоқ, немесе одан да керемет сыйлық болуы мүмкін. Күтемін. Міне ең бірінші бананның қабығы, тістелген алма, жарамдылық мерзімі өтіп кеткен пицца. Не? Мынау не? Айтпақшы, сен қоқысқа қай қапшықты лақтырдың? Білмеймін, дәл осындай қара түсті қапшық. Алын!